Ассалаумағалейкум, эфирде сұхбат. Бүгін бізде қонақта біз көптен күткен қонақ. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Мақпал Жүнісова. Сіздермен бірге мен, Мұхит Сапарбаев. Мәке, студиямызға қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Сізді студияға шақыру үшін бір ай бойы сіздің артыңыздан жүгірдік. Қайда жүрсіз? Тойда жүрсіз ба? Ойда жүрсіз ба? Ойбу, Мұхитжан, біздің барар жеріміз көп қой, шақыратын жерде көп, Құдайға шүкір. Енді халықтың алдында жүрген қыздар болғаннан кейін тойға да барамыз, қырға да барамыз, ойға да барамыз дегендей. Ал енді мен ауылға барып келдім. Қызым 6 сыныбын бітіріп, 5 деген бағамен бітіріп, мені қуантып, соны енді әжесіне сол қуанышты бірге бөлісейік деп туған туысқандарды аралап, көз көргендерді көріп, қонақтап, қазы қартаны жеп, бізге сақтап қойған сыбаға дейді ғой. Сүрленген еттерді жеп қайтыңыздар. Омыртқа, жамбас, қазы қартаның бәрін жеп, қымызды ішіп, қызымыз екеуміз жақсы бір демалып қайтып келдік. Қара тізім туралы бұқаралық ақпарат құралдарында өте көп ақпараттар бар. Алып қашпа әңгімесі де бар. Тізімге сізді кіргізген дөкейлер олар кім? Білмеймін, сол дөкейлердің мұнда қатысы да жоқ, шын айтайын мен сізге. Ешқандай қатысы жоқ. Бұл жаңағы өзі сол мені көре алмайтын өзімнің жаңағы өнер адамдардың ішінен құралған, мынау телевидениенің басшылары бар, кейбір каналдардың. Соларға жақпай қалғам ғой. Сол кісілердің жасап отырғаны, олардың бәрін жоғарғы жақ айтты деп өтіріктен сілтеудің қажеті жоқ. Өйткені мен ол кісілердің жоғарғы жақтағылардың бәрінің тойында болып жүрмін, дәм тұзын татып жүрген адамын. Ешқандай ол кісілер туралы бір жаман сөз айтып, болмаса бір саясатқа кіріп атқан адам емеспін. Кезінде болған шығар. Зәкең бар кезде, Зәкең бір тұлға, өзі саясаткер адам ғой. Сол кісінің жанында жары болғаннан кейін мен де сол саясатқа өзім кірген жоқпын, бірақ солай болып кетті ғой. Қатысыңыз болып қалды. Қатысым болып қалды. Одан кейін енді қазір мен өзіңіз былай естіп көрдіңіз бе? Мен жалпы саясат туралы, болмаса бір біздің мемлекетке бір кесірі тиетін әндер айтып жүрген жоқпын. Менің айтатын әндердің бәрі ана туралы, әке туралы, бала туралы, туған жер туралы, махаббат менің жырлайтыным. Сезім туралы. Сезім туралы. Сондықтан да менің әндерім халыққа бір кесірін тиетін әндер емес қой. Мені алып тастайтын, сызып тастайтын. Жалпы мен жарқырап бір мені өзі концерттерді көріп жүрген шығарсыздар, естіп жүрген шығарсыздар. Халық мен шыққан кезде осы кереметтей қылып мені алақандарына көтеріп алады. Қошемет деген енді сұмдық. Сұмдық. Сұмдық емес, керемет. Сіздің көрермендеріңіздің арасында Нұрсұлтан Әбішұлының бауыры, Бөкен соңғы кездері жүр. Соңғы кездері емес, мен ол кісімен 10 жыл болды. Концерттеріңізден қалмайды қазіргі кезде. Мен ол кісінің барлық тойында мен ән айтам. Ол кісінің туған бала-шағасының жаңағы қыздарының, ұлдарының өзінің туған күнінде қарым-қатынас туралы айтып беріңізші, қандай қарым-қатынас? Өте жақсы қарым-қатынаспыз. Біз отбасымызбен араласамыз. Ол кісінің жары Гүлжан тәте, Гүлжан апай менің апам болады. Қарағандылық. Аргентина деймін мен. Сондықтан да енді ол сіңлісі ретінде біз жалпы менің өнерімді өте қатты сыйлайды. Содан кейін біз көп осы араласып жүрдік. Қазір енді менің қызымның қамқоршысы, өкіл әкесі Болат Әбішевич. Сондықтан да енді әлгі көре алмайтын адамдар басқаша айтады жаңағы. Ал енді жаны таза, алып қашпа әңгіме көп. Алып қашпа әңгіме айтады. Ойбай деген сияқты. Басқа әлгі пейілі бұзық адам, өзінің пейілі бұзық адам, сол өзі қандай бұзық болса, сондай бұзық ой таратады. Мен сізге айтайын. Мен енді 50-ден асқан әйелмін, мен ешқандай мен ондай қылық қандайымдай жасамаймын. Алдымда қызым бар, артта халық бар қарап отырған. Сондықтан да бірден маған сол кісі бірдеңе жасаса, енді мені машина алып берді ал.
осыдан кейін тағы да бірдеңе деп айтуы мүмкін мысалы, иә. Сондықтан да мен сыйлықтар жасап отырады үнемі сізге. Үнемі жаңағы Мерейге оқуын бітіргенде де енді өкіл әкесі ғой. Айналайын Мақпал, анау Мерей жақсы демалсын, қыдырсын деп жаңағы сый-сияпат жасайды. Ол кісі ауқатты адам, ол кісі Құдайға шүкір. Сондықтан да ол кісінің жасаған сыйлығына біз тәуба етеміз. Оны көріп жүрміз, Мақпал апай. Бөкене айтып, сізге қарсы шығып, сіз туралы өсек таратып, сізді эфирге шығармай жүрген азамат пен азаматшаларды төбесінен отырып төбелемейсіз бе? Жоғай. Қайтем, Құдай-ау. Оны бәрін ақылға салу керек. Халық жынды емес қой. Халық бәрін көріп отыр. Сондықтан да ойбай, мен андай емеспін, мен мұндай емеспін деп осы өзіңді ақтап, қайта-қайта осы ақталудың қажеті жоқ. Оның бәрі айдан анық көрініп тұр өзі. Сондықтан да мен сондай сөз таратып жүрген анау-мынау кішігірім бір адамдарға ренжімеймін де. Ол адамдар солай жаратылған. Онсыз да қызық болмас еді. Сондай адамдар керек негізі. Мәке, бір кездері Зәкен марқұм қайтқан кезде сізді полицияда аттады. Сол кездері сіздің әріптестеріңіз өнерде жүрген зиялысы бар, жасы бар, сізді қолдады. Мені халық қолдады, маған сол жетіп жатыр. Ол әріптестердің телеарнаға мен шығармай қойған кезде бәрінің көңіл күйлері бәрінің деп айтуға болады. Ішінде бір саусақпен санарлықтай ғана азаматтар бар. Мәке, сізді қолдайық па деп менен рұқсат сұрағанда. Мен айттым, мені қолдайық па деп менен сұрағандарым ұят болды. Мен білмей сіздер қолдап мені. Неге біздің апамыз біздің қатарымызда жоқ? Неге біздің апамыз емес? Мен сонша бір таяқ таянып жүрген, әлгі дауысы жоқ әнші емеспін ғой. Мен Құдайға шүкір, менің концерттерімнің бәрінде аншлаг. Жанды дауысты өтеді. Сондықтан да әлгі неге біз түскен мына жаңа жылдық бар, өңкөй мерекелердің бәрінде бүкіл әншілердің бәрі түсіп атады ғой енді. Анау хабар бар, мынау хабар бар. Соның ішінде мен жоқпын, мен өмірден кетіп қалған адам сияқтымын, 2 жыл болды. Мен ешкім шақырмайды. Мені шақырыңдар деп оларға жығылғым келмейді. Түсіндіңіз бе? Не себептен шақырмайды деп соны сұрауға болады ғой, мысалы. Неге соны менің әріптестерім соған жұмылып кірісе алмады? Мен енді білдім. Бәрі менімен амандасады, бірақ неге бұл кісіні солай жасап жатыр деп ешкім айта алмайды. Эстрадада, шоу-бизнесте, той-бизнесте достар бар ма? Мақпал Жүнісованың шынайы достары бар ма? Маскасыз, бүкпесіз жағдайды айта алатын, сізге қамқор бола білетін, сізге көмектесе білетін, сізге дос бола білетін жандар бар ма? Дос бола білетін дейсің ба? Өзім ондайды сезіне қойған жоқпын, бірақ мысалы Саят Медеу бауырым, мына Мұзарттың жігіттері, жігіттер тобының жігіттері, көбінесе жігіттер. Маған бір ауыз жылы сөз болса да айтып, апа, біз сізбен біргеміз, біз сіздің өнеріңізді, Меломен тобы бар, көбе жастардың бәрі былай кездескенде сондай бір әңгіме айтып қалады да маған. Қолдан ештеңе келмей тұр енді, апа, бірақ біз сізбенбіз. Соның өзі бір ауыз сөз болса да маған қанат бітіреді. Сізге Инстаграм әлеуметтік желісі не береді? Халықпен тікелей байланыс. Халыққа өзің бар екеніңді көрсетесің. Мысалы, қайда жүрсің, кеше өзің көріп отырған шығарсың. Құдай-ай, шықтыңыз ғой әйтеуір, қайда жоғалып кеттіңіз дейді. Көрдіңіз бе? Халық бәрін бақылап отыр. Сондықтан да мені халықтан алшақтатудың қажеті жоқ. Өйткені мен өзімнің елімнің, қазағымның қызымын. Мен басқа бір бөтен жұрттан келген, әлгі басқа мемлекеттен көшіп келген қазақ емеспін. Мен осы жерде қаным, осы жерде туған нағыз қазақтың қызымын.
Сондықтан да мені халыққа керісінше халыққа көрсетіп отыру керек деп ойлаймын. Сізді іздемеген адам жоқ. Мақпал Жүнісованың жаңа инстаграмы бар ма екен, білесіз ба деген сияқты сұрақтар. Менің атымнан да талай ашып жатты ғой мен жоқ кезде. Бүгінде Мәке Зәкеннің орнын басқысы келетін азаматтар бар ма? Сізге бір осы сондай бір ойларын айтып жүрген? Жоқ, ондай адам жоқ. Жас жігіттер звондады біраз. Не дейді? 25, 30, 35, осы ең соңғысы 40 жастамын деп, Тарбағатай жақтың жігітімін деп, қайта күнде звондайды менің телефоныма. Ғашықпын сізде, бала кезден ғашықпын мен. Осы менің тағдырым бір оңалмай қойды, осы тағдырым болмай қойды. Мені қабылдаңызшы, мен сізге шынайы ғашықпын, маған сеніңізші деп тұрып, енді атын айтпай қояйын, бірақ менде телефондары бәрі. Сіз не дедіңіз? Мен айттым, қарағым айналайын, мен махаббаттың ауылынан баяғыда кетіп қалғам деп айттым. Сөйтсем айтады, махаббат деген жасқа қарамайды. Пайғамбардың әйелді өзінен 15 жас үлкен болған деп жазып жүріпті маған. Сосын айттым, сен қарағым айналайын, пайғамбар емессің ғой дедім мен. Мен енді қызым бар алдымда. Қызыма не бетімді айтамын, сен айналайын мен мазалауды қой. Деп кәдімгі адам сияқты айтып, түсіндіріп, әйтеуір қалды. Қойды. 10 күндей мазамды алды енді. Кейде мен телефонымды жатарда ылғи өшіріп отырам. Кейде ұмытып кетесің ғой. Түнгі уақытта, сағат 3-тің кезі, сау адам звондаймын енді, мысалы. Жақсы көретін адам 3-те звондап мазаламайды адам. Ондай жағдай жасамайды дейсіз ғой. Ғашық адам, мына кісінің ұйқысын бұзамын мынау. Таң атпай звондамайын, түнгі уақытта звондамайын деп ойлау керек негізі. Енді ғашық болу өте жақсы. Мен ол кісілердің сезімін жаңағы жоққа шығарғым келмейді. Әркімнің өзінің жүрегінде лүпілдеп тұрған, өзінде бір сезім болады ғой. Сондықтан да ол кісілердің маған ғашық болғанына рахмет. Бірақ енді мен жалғызбын, ол кісілер көп. Жақында сіздің досыңыз Болат Назарбаев тұратын ауылда, Қарасай ауданында, Алматы облысында үлкен дау шықты. Сіздің әріптестеріңіз Бағдат Сәмидинова, Айқын Төлепберген, Роза Әлғожа ай сайын барып концерттерін беріп қоймайды екен. Бізге хабарласып, мұң мұқтажын айтқан мектептің мұғалімдері бізге билет сатқызады, таң атқаннан кешке шейін. Сабақ жайына қалады, балашаға жайына қалады. 1000 теңге, 2000 теңгеден сол билеттерді сатып жүреміз дейді. Құдай сақтай көр. Ауылда тозып отырған ағайынға барып, осылай концерт қойған әріптестеріңізге не айтасыз? Тойдан түскен табысты жетпейді ма ол кісілерге? Енді оны мен ол кісілерге ештеңе айта алмаймын. Жалпы ондай әңгімені мен естідім. Осы жақында біреу сондай сұхбат алды, бір арнаның қыздары ма, есімде жоқ. Бір осылай бір жүгіріп бара жатқанда бір сұхбат алды менен. Сіз солай жасайсыз ба деп. Мен айттым, енді айналайын, біз халықты залға зорлап кіргізіп, әкімет арқылы, мен мысалы өмірі бір әкімиятқа кіріп көрмеппін. Билетін сатып берші. Әкімшілікке кіріп көрмеген адам, жалпы. Мен өзім кезінде күйеуім әкім болды ғой, қаланы басқарды. Сол кезде енді әркім өзінің жарына, өзінің әйеліне көмектеседі ғой. Бірақ Зәкең де оған онша кіріспеді. Мысалы, ол кісіні менің концерттерім болған кезде, мына ол кісінің өзі художник, өзі жаңағы әдемілікті костюмдерінің эскизін салып беретін ол кісі, мына бас киімдерімнің, сол уақытта ол кісі айтатын, Мақпал, мен сенің сахнаңның декорациясын мен жасайшы деп. Зәкен, өзіңіз біліңіз деп айтатын. Сонда жаңағы кәдімгідей соған өзі кірісіп, ал енді билет жөніне келгенде ол кісі ондаймен айналыспайтын. Ол кісі есімде, әлі күнге дейін есімде. Концерт берген сайын ол кісілер Зәкен айтатын. Мынау Алматы облысының шал кемпірлері бар, соғыс ардагерлері бар. Соларға бір 100 билетті мен алайын. Батасын ал. Ол кісілерге билет ал деп айтпайық. Сол кісілерге шақыру берейік деп Зәкең өзі жасайтын енді. Ал енді қазір мен ондаймен айналыспаймын. Өйткені мен ондайды қалай жасауын да білмеймін.
оны барып тағы билет алып сатып алып тұрсаң, тағы басқаша ой болуы мүмкін жаңағы. Енді ол кезде Зәкең өз бастық болғасын солай жасайтын жаңағы. А жалпы мынау концертке акимат арқылы барып, мен халық артисімін, мен еңбек сіңірген әртісімін, менің концертіме адам толтырыңдар, менің концертіме билет сатып беріңдер, мектептерді аралайтын. Менің қызымның мектебінде сондай бар. Мен оны әлгі балалы үйдің ұрлығы жатпайды деп. Мерей айтып келеді. Мама, бізде Бәленбай деген әртістің несін іліп қойыпты. Бізге жаңағы мұғалімдер айтты, 2000 теңгеден ақша алып келіңдер деп. Мен берем енді, не істеймін енді. 2000 теңгеден мен енді кем қалмасын, бірақ енді ауылдағы апаларымызды солай зорлап жаңағы ақша сұраған ол ыңғайсыз жағдай деп ойлаймын. Әртістерге қажет шығар мүмкін сол 2000 теңге. Жоқ, қажет қой. Қажет болғаннан кейін солай жасап отыр ғой. Ал олай жасаған дұрыс емес жалпы. Ондай жасаған көрермен бәрібір сенің концертіңде қол соқпайды. Ой, мынау қашан бітеді мынаның концерт деп отырады. Неге келдік? Келмесек әкім мойнымызды үзеді деп. Ондай бар. Ол барлық жерде бар қазір. Көйлектеріңіз қазір қайдан сатып алып жатсыз? Bir кездері $5000 деп айтып қалдыңыз интервьюде. Жоқ, қазір көйлек тіккізбейтін болдым мен. Неге? Кейінгі кезде өзім телеарналар ешкім шақырып атқан жоқ мені. Ешқандай кешке бармаймын. Экономия жақсы болды тегі. Сосын баяғыдай мен жас емеспін. Қайта-қайта телевизорға түскім де келмейді. Кішкене мына көздің астында әжімдерім бар. Енді кәртейіп келе жатырмыз. Бірақ соғанда мойымаймыз кейде, жақсылап кремді жағып алсақ, көзіміз ботадай болып, шыға келесіздер. Шыға келеміз, ана интернетке жазады, сіздің жас кезіңізде көзіңіз сықи болып еді, көзіңізге операция жасап аласыз деп. Краскамды өсірсем, сондай сықимын мен. Ол мынау бояну, жағы боянудың әдісін кезінде біз білген жоқпыз. Қалай боянғанда көзді үлкейтеді. Маған анау мерей көрсетеді ғой соны. Интернеттен бірдеген тауып, жапонның қыздары, құдай-ау, олардың көзі тіптен менің көзімнен де кішкентай. Сықи бүйтіп қалған. Соның көзі мынандай болып шықты ғой. Ананы бүйтіп қарап отырсаң, адам сенгісіз. Үйретеді сізге. Соны маған үйретеді. Мама қараш, жоқ ол қызым мені боянбаған кезім жақсы көреді негізі. Бірақ анандай, мама қараш, қандай, мына көзі сенің көзінен де кішкентай, мынаны қараш қандай болып шықты деп. Кірпіктің үстіне кірпік жалғап, құдай-ау, мына көздің ішіне мына жерді бірдеңені бүйтіп ішіне кіргізіп қояды екен, бір пластыр сияқты бірдеңені. Мына сызықтың ортасына ше, сонда құдай-ау, көздегі мынандай болып шығады екен. Енді үйтіп жазсаң тіптен әңгіме кетеді ғой. Пластика демекші сізбен бірге келе жатқан дос деп айту қиын шығар енді, әріптестеріңіз. Жасап жатыр, бәрі жасап. Бір-бірімен жарысып жасап жатыр. Жасай берсін. Құлағында жасап жатыр, мұрнында жасап жатыр. Алла тағала бермеген сұлулықты жасап алу өнер адамдарына парыз. Өйткені сахнаға шыққасын, халықтың алдына шыққасын, әдемі болу керек. Егерде Алла тағала бермеген сұлулық жоқ болса, шықпай-ақ қою керек. Мен ылғи айтам, құдай-ау, мынау түрімен қайта-қайта телевизорға шыққанша, радиодан айтып үндемей отыра бермейме деп. Кейде бір сүрініп кеткен кездерім болды. 8 жыл бұрын, 7 жыл бұрын сол Зәкең қайтқан кездерде менде болды. Оны мен жасырмаймын да, оны интернеттің бәрінде осы күнге дейін ілініп тұр ғой сол уақытта, кезеңде. Қай жағдайда айтып отырсыз қазір? Пиво ішіп тұрғаным мен. Ол концертте сахнада мен пиво ішіп тұрған жоқпын ол жерде. Концерттен кейін түнгі сағат, таңғы сағат 5-тің кезінде балықты, Атыраудың балығын жеп пиво ішіп тұрған кезім. Жігіттер әлгі ұрынғың кесе өзі ұрын деп бар. Апай, сәлемәтсіз бе деген, әй, суларың бар ма деп едім. Маған басқа бір нәрселерді қояйын деді, аш сұрағын. Бірақ мен айттым, жеңілірен пивоңды қойшы дедім. Сол пиво ішіп тұрып, сол скрытный камерамды түсіріп алған ғой. Қазір бәрі түсіргіш болып кетті, қалай қарайсыз соған? Соны енді осы күнге дейін бүкіл әлемге жайып ютубқа іліп қойған, енді оны мен ала алмаймын. Оны салған адам ғана ала алады екен. Енді бір жағынан қарап отырсаң, арыз жазуға болады. Жалғыз ол мен туралы ғана емес қой. Әлемдің ең атақты адамдарының өзінің бәрін сөйтіп салып тастаған ютубқа. Енді оған бір жағынан енді
намыс қайда деп өзің ойлайсың. Сол салған адам енді қазақ қой, басқа ұлт емес. Соны не бетімен салды екен енді соны. Сөйтсем, неге өйтеді депсем, олар ақша табады екен ғой кәдімгідей. Мысалы, бопсалап. Иә, сондайдан оған ақша түседі екен, ал керек болса. Сонымен қазір далаға шықпайтын болдым. Ресторанға бармайтын болдым. Пиво ішпейтін болдым. Бір жағынан, бұл тәрбие бір жағынан. Көрдің бе, Мақпалды біз тәрбиелеп қойдық. Баяғыда кішкене пиво ішуші еді, қазір. Ішімдікке қалайсыз, Мәке сіз? Ішімдікке жоқ. Мен өзі ішіп те жарытпаймын. Бір Зәкеңдер кеткен кезде бір қайғыдан, кейде анда-санда бір өмірден түңіліп кеткен кездерімде алғаным рас аузыма. Ол кезде қызым тіптен кіші болатын. Қазір қыз ес білгеннен бері мен қойып кеткен ондай нәрсенің бәрі. Ондай қылып көрсетіп. Соңғы рет қашан жыладыңыз? Ылғи жылаймын, бірақ көрсетпей жылаймын. Ол енді жүректе қалғаннан кейін ол жақсы көрген адамыңды ұмыту мүмкін емес. Сондықтан да ол ондай нәрсе әйел адамдардың бәрінде де болады деп ойлаймын. Жалғыз менде емес. Мақпал апай, қазақта айтады, көрінген таудың алыстығы жоқ дейді. Мерей қызыңыз 6 сыныпты бітіріп жатыр дедіңіз. Өскенде кім болам дейді өзі? Өнерге келіп жатса сіздің көзқарасыңыз қандай оған? Жалпы өнер, таза өнер болатын болса, ешқандай жамандық жоқ. Халықтың алдында еңбек ету, ол әркімнің қолынан келе бермейтін нәрсе. Бір-екі өлең айтып жүргендерді айтып отырған жоқпын мен. Жалпы 30 жыл, менің осы сахнада жүргеніме 35 жыл болады, міне, алдымыздағы 16 жыл, 35 жыл осы үлкен сахнада халықтың алдында есеп беріп жүрген қыздарымыз. Сондықтан да қасиетті сахна бізді әрқашан қанаттандырып отырады. Алға қарай жаңағы бізді алып жүреді. Халықтың алдында жүресің. Өзіңе өзің жаңағы халықтан алған күш, ол айта алмаймын мен, сөзбен жеткізе алмаймын. Мен халықтың арасында барып келсем, мен шаншып тұрған жерім, ауырып тұрған жерлерімнің бәрі жазылып кетеді, шынын айтайын. Ол халықтың пейілі деген керемет қой. Халықтың алдында еңбек етіп, маңдай теріңді ағызып, сол әлгі жерге дейін басымды иетін сол мен. Осы ешқандай маған байлық та керек жоқ, осы еш нәрсе маған керек жоқ. Осы халықтың алдына барып, өлеңімді айтып, сол кісілердің қошеметін көріп, жүздесіп, айналайын деген сөздің өзі маған жетіп жатыр. Мәке, Мерейдің туған күні келе жатыр. Қандай сыйлықты жақсы көреді? Қандай сыйлық дайындап қойдыңыз қызыңызға? Менің қызым енді мынау есейген сайын, баланың өзінің тәрбиесі солай шығар, өзінің санасына берілген шығар деп ойлаймын енді. Жалпы. Қандай сыйлық алып берейін? Былтыр енді айтқан, мен 5-ке бітіретін болсам, сабақты маған iPhone алып бересің. Оны алып бердім. Алдыңғы жылы 5-ке бітірсем, маған бір әлі компьютерінде бір ойын бар екен ғой, бүйтіп. Экранға қарап бір спортпен де айналысады, неше түрлі бір сондай нәрсені сұраған, оны да алып бердім. Мен айттым, мен сөзімде тұрам қызым, тек сабақты 5-ке оқы деп. Осы жолы енді не алып берейін туған күніңе деп сұрасам, мама бәрі бар ғой, Құдайға шүкір деп айтты. Мен айттым, мен бір сыйлықты бірақ өзім дайындаймын саған деп. Содан қуанышты жағдай ғой бұл. Әрине қуанышты жағдай. Сосын менің қызым магазинге әуес емес. Мысалы, мен магазинге апарғым кеп тұрады сол қызды. Жаңағы апарып, бір жақсы балалардың киім әдемі ғой. Мына көйлекті алшы, жаным, мына көйлекті алшы, мынаны киіші десем, мама, ала бергеннен не шығады, бар ғой дейді қызым. Сол көйлектерін кейде сыйға да тартып атады. Сол көйлекті киюге уақытысы да болмайды баланың.
мына мектепке барады, формамен мектептен қайтады. Сонымен ана көйлектер кейде қағазымен киілмеген күйде тұрады. Бірақ енді ол жерде қалмайды ғой. Бізде туған туысқандардың толып атқан бала шағалары бар, қыздары бар. Таратып жібересіздер. Бәріне беріп жібереміз. Бірақ солар ылғи Мерейге алғысты жаудырып атады. Мерей, айналайын, сенің арқаңда қызым киініп жатыр. Рахмет деп аяқ киімінде, пальтосында бәрін сол таратамыз. Кішкентай кезінде болған кезде мына мен үйімнің жанында жетімдер үйі бар. Сол жерге Мерейдің ойыншықтары деген бір комната болып жинап қалады, сыйға береді. Оның бәрі ойнамайды ғой, бала ойнауға да уақыты жоқ. Соның бәрін жаңағы кейде ойнағандарын химчисткаға апарып, тазартып, салафанға жаңағы салып, магазиннен шыққандай қылып, бәрін мен сол жетімдер үйіне таратамыз. Таратып тұрамыз, әлі күнге дейін көмектесіп тұрамын мен үйім жанында. Сондықтан да енді баламыз өсіп жатыр, енді Құдай қаласа сол Америкаға тағы да бір айға барып келеді оқуға. Сол сыйлық өзіне ұнады. Мен сол сыйлықты оған айттым, мен осы енді жолын бәрін төлеп, жақсы білім алып келу үшін сол біліміңе төлейін дедім. Болашақта шетелге барып оқиым десе қайтесіз? Ой, бұл сондай бір әңгіме айтып қалды осы. Ана жолы бір хабарда бір отырған кезде сондай сұрақ қойғанда, неге оқымасқа деген әңгіме айтып қалды. Ал енді менің өзімнің ойым, сол өзіміздің елде оқыса екен, жанымда болса екен деп енді өзімнің соғыс ғой, енді соғыстың арқасы ғой, осы жарқырап жүргенімізде. Жанымда болса екен деп алысқа жібергім келмейді. Енді оны уақыт көрсетеді. Егер де сондай бір балада сондай бір арман болатын болса, білімнің жолында осы өскім келеді, осы білім, жақсы білім алғым келеді деп шетелге барғым, қатты барғысы келіп тұрса, баратын шығар. Неге бармасқа дейсіз ғой? Неге бармасқа? Егер шынайы білім алу үшін барса. Енді оны қазір уақыт көрсетеді ғой. Ертең бала қазір өседі, мына 13-ге толайын деп отыр, Алла қаласа. Одан кейін егерде мінезі өзгеріп, бала бір басқа бір ортаға кіріп, ойы бұзылып, сондай бір қылып көрсететін болса, ешқандай шетел көрмейді. Бармайды. Бармайды. Мәке, Мерейдің туған күні қарсаңында Мерейге арнап, біздің көрермендерімізге арнап бір ән салып берсеңіз деген ниет. Қойыңызшы. Ерекем, ерекем, ерекем ай, ерекелеткен ерекем ау, ерекелеткен ерекемді еркелетсем екен ай, еркем, еркем, еркем ай, ерекелеткен ерекем ау, ерекелеткен ерекемді еркелетсем екен ай деп. Ой, рахмет үлкен сізге. Роза Тәжібаевнаның репертуарынан сол Роза апамыздың жақсы көріп айтатын әні ғой, халық әні Еркем ай. Шынайы сұхбатқа рахмет. Рахмет. Сіздерге де рахмет. Аман болыңыздар. Осылай шақырып бізді естеріңізге алып тұрғандарыңызға көп-көп рахмет айтамын. Бүгінге осы, бүгін бізде қонақта болған Қазақстан Республикасының халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері Мақпал Жүнісова. Сіздермен бірге болған мен, Мұхит Сапарбаев, ел аман, жұрт тынышта қайта қауышқанша.